Диана Банбан, Диана Garden of Банбанды айтшы. Банбан деп кеттіңіздер. Так, менің сүйікті оқырмандарыма сонша әсерін берген не ойын екен деп іздестіріп көрдім. Ой, мынау Хаги-Вагидің, яғни Poppy Playtime'ның почти копиясы сияқты екен. Бірақ көбісінің айтуы бойынша графика мен сюжеті Poppy'ге қарағанда оңайлау екен. Егер Poppy Playtime'да сағатта бір загадканы шеше алмай отырсақ, ал Банбанда ондай емес. Әлде қайда оңай етіп жасап қойған. Бір секрет айтайын ба? Датаво әлемде барлығы Банбанды Poppyмен салыстырғаны сонша, егер YouTube'ға Garden of Банбан деп жазсаңыздар, Poppy Playtime'ның рекламасы қайта шыға беретін болады. Сәйкестік пе? Олай ойламаймын. Ал сәлем сіздермен Диана Кю, Garden of Банбан ойынына саяхатымызды бастаймыз. Қазірден кешірім сұрап қояйын. Мен кішкене тұмау болып тұрмын, сол үшін дауысым басқаша болып тұруы мүмкін. Ойынның өзін бастамай жатып, қазірден сіздер не болып жатыр өзі деп түсінбей қалмауларыңыз үшін сюжетті түсіндіріп кетейін. Garden of Банбан инди-хоррор ойыны. Алғашқы бөлімі 2023 жылы шықты. Әзірге бақандай 7 бөлімі бар. Bir жылда 2-3 бөлім шыға береді екен. Ал біз Poppy'дің бір ғана бөлімін толықтай 1 жыл күтеміз ғой. Барлық сюжет заброшенный Банбан Киндергартен деген садиктің ішінде өтеді. Ал біз ойнайтын персонаж ол ұлын жоғалтып алған ата-ана. Пока что мама әлде папама белгісіз. Сомен ұлымызды іздеп келе жатқанда бұл садик емес сұмдық жер екен білеміз. Не бір сұмдық гигант монстрлар. Олар алдын балаларға жақсы көңіл-күй сыйлау мақсатында жасалынған екен, бірақ неге екені белгісіз барлығы монстрға айналып кетіпті. Ал Банбан деген осы қызыл монстр. Енді барлық ойында головоломкаларды шешіп, әр бөлімнен өткен сайын тура Хаги-Ваги сияқты сериал көргендей жаңа сюжетті көріп, садикте қандай трагедия болғанын, балалар қайда жоғалып кеткенін анықтайтын боламыз. Ал кеттік, бірінші бөлімді ойнап көрейік. Ойын басталғаннан камера наблюдениеден қарап тұрамыз. Мына сағатты басуымыз керек, яғни уақыт өтуі керек. Біріншісінде балалардың ойнап жүрген дауысы шықса, кейін тым-тырыс болып қалып, мына столдың үстінде балға пайда болады. Тағы басқанда монстрлардың бірінің суреті пайда болады. Тағы басқанда сол суретте қан пайда болады. Соңғы рет басқанда свет толықтай өшіп қалады. Яғни нағыз сұмдық жағдай болды деген сөз. Кейін ойынның өзі басталады. Осы жерде нақ барлық монстрларды көріп алсақ болады. Джамбо Джош, Банбалина, если что, бұл Банбанның әйелі. Банбанның өзі, Птица Апела, Капитан Фидлс және Стингер Флинн. Столдың үстінде карточка кілт тұрады. Сонымен есікті ашып барлық ойында және бөлімдерде керек затымызды аламыз. Ол дрон. Бірақ сол жерде кішкентай баланың хатын тауып аламыз. Анашым, мен бір бөлмеде тығылып тұрмын. Бірақ сонда да монстрлармен күресуім керек. Менде бір сұрақ. Негізі садикке баратын балалар жазуды және оқуды білмейді ғой. Бұл сонда ойынның өзінің қатесі болды ма? Қалай болды? Алғашқы болып кездестіретін монстрларымыздың бірі ол Птица Апела. Бір көрініп жоқ болып кетеді. Ең бірінші головоломка ойынымыз Птица Апеланың аузына 6 жұмыртқа әкелуіміз керек. Игровая площадканы толықтай іздеп, барлық жұмыртқаны аузына салған соң, сол аузында кілт пайда болады. Соны алып басқа бөлмеге барсақ, тағы бір головоломка күтіп тұр. Басында көрген монстрлардың қандай түсті болғанын еске алып, әр монстрдың түсін дұрыстаймыз. Дұрыстап болған соң сейфтің есігі ашылып, сол жердегі кілтті аламыз. Кілтті ала салуымызбен Птица Апела артымыздан қалмайтын болады. Енді осы жылжып тұрған ағаштардан өтіп, Птица Апеладан қашып кетуіміз керек. Кейін осы бөлмеге кірсек, арнайы біз үшін кассета қалдырып кеткен екен. Енді соны тыңдаңыздар. Иә, басында балалар мәз болып ойнап жүрді. Кейін барлығы подвал сияқты бір жерге құлап кетеді. Енді полдан осы лифт пайда болады. Соған отырып астынан түсіп бара жатқанда Джамбо Джош монстрдың бізге атака жасағанымен бірінші бөлім аяқталады.
Екінші бөлім Джамбо Джоштың лифттің астында қалып кетіп талып жатқанынан басталады. Сонда бізге шабуыл жасаймын деп өзі таяқ жейді ғой. Сыртқа қарай шығамызда садиктің подвалында осындай үлкен ғимарат салынғанын көреміз. Әзірге не үшін екені белгісіз. Ішке қарай кіріп лестницамен көтеріліп жатқанда артымыздан чота біреудің аңдып жатқанын көреміз. Енді мына дуалға қарасақ, жаңа монстрлар қосылғанын байқасақ болады. Олар Селин Улитка, Шериф және аты жазылмаған өрмекші сияқты бірдеңе. Оның аты Нап-Нап екенін кейін білеміз. Ең күшті спойлер айта кетейін. Бұл монстрлардың бәрі адамнан жасалынған. Тура Поппи Плейтаймдағы сияқты. Егер Поппиде ойыншықтың ішіне адамды тығып қойған болса, ал Банбандағы монстрлар гиваниум деген нәрсені ішкен соң осындай болып кеткен. Біреуін адамнан жасаса, біреуін жануардан жасаған. Кейін біреудің сөйлей бастағанын естиміз. Мен охрананың кабинетінен шыға алмай тұрмын. Маған көмектесші. Мен саған дұшпан емеспін. Балаңды табуға көмектесемін дейді. Бірақ оған кілтті іздеп жүргенде ақыры сол охрананың бөлмесін ашсақ, ол жақта ештеңе жоқ. Тек столдың үстінде бір хат тұр. Сен осы хатты оқып тұрғанда, мен артыңнан келіп сені бір ұрамын. Иә, Банбанның өзі артымыздан келіп ұрып, толықтай талып қаламыз. Есімізді осы жақта жиямыз, қасымызда лифт бар. Сол арқылы бұл жақтан шығып кетеміз. Төбеге көтерілген соң медициналық бөлімге келеміз. Біреудің эксперимент жасап, бірақ сәтсіз болған монстрларын көреміз. Олардың барлығы өліп жатыр. Ендігі тапсырмамыз столда шприц тұрады. Сол арқылы жаңағы өлі жатқан монстрлардың бәрінен біртіндеп ДНК-сын алып шығуымыз керек. Ойбай, мынаның шыққанында қорққанында айта алмаймын ше. Осыдан да ДНК алу керек қой. Көзіне дрон ұшырып, оны алдап тұрып ДНК-сын аламыз да, барлығын осы ыдысқа әкеп құямыз. Сейф ашылады, кілтті алып сыртқа қарай шыққанда осы гигантты көреміз. Мұқият қарасаңыздар, жаймен қимылдап тұр, бірақ бізге шабуыл жасамайды. Сонда да сеніп қалуға болмайды, дұрыс па? Банбан сияқты көмектесем деп лақтырып кетсе, осы коридорға келеміз. Айтқандай, именно осы локация маған қатты ұнады. Коридордың соңына дейін барғанда давай мына бөлмеге кір деп Банбалина есікті ашады. Бірақ осы кезден бастап оның ловушкасынан түсіп қаламыз. Банбалина сабақ өтеді екен. Сабағында қалай адамды ұстап, оны өлтіріп, органдарын дұрыс алып жеу жайлы үйретеді екен. Енді біз де оның сабағына қатысып, сұрақтарына дұрыс жауап беруіміз керек. Ал егер қате жауап берсек, бір уақытта аршақта не болып жатыр деп кетіп қалады. Сол моментті қолданып біз қашып кетеміз. Қашып кеткеніміз сол еді, енді жаңа ойын. Птица Апелланың балаларын кезіктіріп қаламыз. Птица Апелланың өзі есікті қақып тұрады, бірақ оған есік ашпай тұрып, барлық балапан құстарды осы жерге жинауымыз керек. Кейін есікті ашып тығылып қаламыз. Птица Апелла сразу балапандарына жүгіріп кетеді. Фух деп шыққанымыз сол еді, енді мына ұлу алдымыздан шығады ғой. Ал одан қашу үшін ол екі көзімен тіке қарап тұрғанда қозғалмау керек. Ал екі көзі екі жаққа қарай қарағанда қашуымыз керек. Коридордың есіктерінің біріне кіреміз де осы жерде жаңа ойын басталады. Секіріп соңына дейін өтуіміз керек. Кейін осы бөлмеге кіреміз. Төбемізде әртүрлі монстрлардың суреттері мен есіктері тұрады. Лифтте Банбан көтеріліп, сені ұрғаным үшін кешірім сұраймын. Мен де сен сияқты балаларды таппай жатырмын. Олардың бәрін жердің астына біреу алып кетті деп сөйлей бастайды. Кейін You've been a bad student. Джамбо Джош бізді ұстадым деп қателесіп Бамбалинаны ұстап алады. Кейін лифтпен төменге түсе бастағанда төбеден жаңағы ұлу қарап тұрғанымен ойынның екінші бөлімі аяқталады. Үшінші бөлімде лифттен түсіп осы жерге келеміз. Дуалда тағы да жаңа персонажды байқасақ болады. Ол королева Бонсилия. Үшінші бөлімдегі алғашқы ойын жердегі маркерлерді жинап мусорға тастау керекпіз.
Кейін бізге кілт беріледі. Бірақ мына өрмекші екінші бөлімнен бері әлі артымыздан аңдып жүр. Жаңағы берілген кілтпен есікті ашып, Стингер Флинн Медузаны кездестіреміз. Бұл Медуза ең бейшара монстрлардың бірі. Өйткені ол бізге гипноз жасап, осы жерге алып келеді. Бұл жер менің жасырынатын жерім. Мен Медуза болсам да, ешқашан күннің және судың қандай екенін көрген де, білген де емеспін. Мен бостандыққа шығуым үшін маған балалар керек, бірақ мен балаларға тиіспеймін. Сен балаларды құтқарып маған әкел, деп айтады. Кейін Банбанды көреміз. Сенің барлық дене мүшелеріңді жеп қойсам ғой. Өкінішке орай Медузада ондай жоқ, деп сөйлеп тұрады. Медузаның гипнозынан соң осы жерде есімізді жиып, енді ойыннан өту керекпіз. Мына жерге бокалдарды жинау керек. Кейін медициналық бөлмеге келіп, тағы да ойыннан өту керек. Ол мына қыз Напналина өрмекшіні тірілтуіміз керек. Сол кезде артымыздан қалмай жүрген өрмекші кетіп қалады. Мынау Банбалина, ал мынау Напналина. Неге екені белгісіз Напналина Напнаптан қашып кетеді. Медуза келген соң бізге гипноз жасайды. Кейін осы жерде есімізді жиямыз. Бұл жақтан шығып кетіп, лестницадан кассета тауып аламыз. Видеода Банбанның қалай қауіпті монстрға айналып жатқанын байқасақ болады. Ал кейін Таматахи мен Чаматахи деген неудачный экспериментпен күресіп, оны жеңіп, птица апеладан басқа осы құсты кездестіріп, оның үстіне отырып алып, кетіп бара жатқанда алдымыздан Медуза Стингер Флинн шығады. Ал оның қолында Банбан тұр. Медуза айта бастайды. Банбан саған ешқашан көмектескісі келмеген. Оның бар мақсаты сен арқылы балаларды тауып, сенің және балалардың органдарын жеу, деп айтады. Сосын Банбанды бізге қарай жібереді. Енді одан қашуымыз керек. Бірақ тупикке келіп қайда барарымызды білмей тұрғанда Джамбо Джош келіп қалып, Банбанмен төбелесе бастайды. Stop it, you two. В общем, бәрі өз-өздерімен төбелесіп кетті ма бірдеңе. Тағы да лифтке қарай барамыз, сонымен 3-ші бөлім аяқталады. Немене барлық бөлімі лифтпен аяқтала ма? В общем, бүгінгі роликке тек 3 бөлімі ғана сыйды. Бұл 3 бөлімнен не түсіндік? Әрине ештеңе. Демей ақ қояйын, балалардың астына түсіп кеткенін, оларды біреу әдейі түсіргенін, біреудің сұмдық эксперименттер жасап, мына монстрларды жасағанын білдік. Әр бөлімді ойнаған сайын сериал сияқты жаңа детальдарды біле беретін боламыз. Келесі бөлімде қалған 4 бөлімді талқылайтын боламын. Қазірден айта салайын, көпке созбаймын, тез саламын. Күтемін десеңіздер, лайк басып, коммент жазып, наконец тіркеліңіздерші. Әлі мені көретіндердің 90% маған тіркелмей көреді. Олай болмайды ғой, дұрыс па? Тез бәріміз келіп аламыз. Ал сіздермен болған Диана Кю, келесі роликте кездескенше.